Төртінші трек. Киіз үй. Киіз үй оның құрылысы мен сәулеті. Қазақтардың үйі көшпелі тұрмысқа бейімделген. Киіз үйдің орташасы түгелімен бір түйенің жүгінен артылмайды. Киіз үй тор көз керегелерден және уық пен шаңырақ киізден тұрады. Керегелер үйдің бүкіл қабырғасын, іргесін қамтиды, ал киізі үйдің ағаш қаңқаларының үстінен жабылады. Сонымен киіз бүкіл үйді жауын-шашын, қар бораннан қымтайды. Киіз үйдің ағаш қаңқасы 3 бөліктен құралады: кереге, уық, шаңырақ. Үйдің төменгі жағы тор көз кереге. Кереге ағаштары бір-бірімен қайыс баулармен байланыстырылып, тез жиналады, тез жазылады. Үйді жыққанда да, тіккенде де өте қолайлы. Үйдің қабырға іргесін қоршаған керегелер 2-ден 8-ге дейін жетеді. Керегелердің бәрі біріне бірі жалғасып байланыстырылғанда қанат деп аталады. Уық немесе иілген ұзын ағаштар үйдің күмбезін құрайды. Олардың төменгі жағы керегеге бекітіліп байланады, ал уықтың жоғарғы ұшталған жіңішке ұшы күмбездің төбесі шаңырақтың бүйіріндегі тесіктерге кигізіледі. Шаңырақ деп жоғарғы жағынан бірнеше күлдіреуішпен бекіткен дөңгелек ағашты айтады. Шаңырақ ошақта жағылған оттың түтіні шығуына және күндіз үйдің ішіне жарық түсуге арналған. Шаңырақ қажетті кезде арнаулы киізбен жабылады, ашылады. Қазақ үйіне жабылатын киіздер көлемі жағынан да, атауы жағынан да әртүрлі болып келеді. Керегелерді жабатын төменгі жақтың киізін туырлық дейді. Жоғарғы жақты уықты жабатын киізді үзік дейді. Шаңыраққа жабылатын 4 бұрыш түріндегі шеттері ұзынша киізді түндік деп атайды. Жауынды күндері түтін шығу үшін түндіктің жел тұрған жаққа қарама-қарсы бұрышын бақанмен іштен тіреп қояды. Ұзынша тоқылған шиге тігілген киізді үйдің есігін жабу үшін қолданады. Туырлық пен керегенің арасына әртүрлі әдемі жіппен тоқылған ши ұстайды. Тоқылған ши кереге тор көздерінен көптеген тамаша 4 бұрыштар құрап, үйдің кілем, сырмақ ұсталмайтын тұстарын көріктендіріп тұрады. Шидің тағы бір қасиеті бақашаян сияқты ұсақ жәндіктердің үйге кіріп кетуіне бөгет болады. Бұл бір. Екіншіден, ірге қабырғаға беріктік, орнықтылық сипат береді. Қазақтарда киіз үйді тігу әйелдердің ісі. Киіз үйді тігу тіптен оңай. Керегелерді байланыстырып, шаңырақты көтеріп, уықтарды шаншиды да үстінен киіздерді жабады. Туырлық үзік үстінен 2 арқанмен үйді шеңберлей буады да, керегелердің дөңгеленіп кеп қосылған жеріне есік босағаларын бекітеді. Үй тігудің бар жұмысы осы. Туырлықтың шет-шеті жүннен тоқылған жіппен жиектеледі. Сондай-ақ үзіктің де етегі арнайы жүн немесе мауытымен өрнектеле 2 жағынан бірдей қаусырылады. Сонда үйдің туырлықтан жоғарғы жағында үзіктің етегінде бірінен бірі кез-кез арақашықтықта желбіреген әдемі желбіршектер пайда болады да, сол желбіршектерге арнайы жүннен есілген қызыл баулар тағылады. Оны басқұр деп атайды. Үзік сол басқұрлармен керегеге қатты бекітіліп байланады. Кейде есік босағалары ақ сүйекпен өрнектелінеді, немесе ол өрнектерді 2 босағаға жұқа мыс қаңылтырлардан әшекейлеп, оюлап жасайды. Ауқатты қазақтардың үйінің іші ташкенттік жібек маталармен безендіріледі. Мұндай әсем үйлерді қыздың жасауына немесе отауға арнап істетеді. Ондай үйлерді қыста ысталмасын деп жинап қояды да, жазда ғана қастерлі қонақтарға арнап тігеді. Мұндай үйлердің орташа бағасы 200 қойдан 400 қойға дейін жетеді. Киіз үйдің ең сәулетті әсемін ақбоз түсті киіз жабады. Бұл түсті қазақтар басқа түстерден артық бағалайды. Кереге, уық, шаңырақ ағаштары сары, қызыл, қошқыл түсті жуса деп аталатын минерал бояумен сырланады. Үйдің орнықтылығын қамтамасыз ету мақсатында және ішкі әсемдікке көрік беру үшін шаңырақты ұзын сырықпен тіреп қояды. Сырық бақан деп аталады. Енді бір сәт киіз үйдің ішіне көз тастайық. Үй иелері ерлі-зайыптылардың төсек орны кіреберістен оң жақта немесе төрдің іргесінен орын алады. Үйдегі жиһаздардың барлық байлығы кілемдер мен орыс сандықтарынан тұрады. Қадірлі қонақтар келерде төсек тұрған оң тұста үлкен жібек кілем ілінеді. Үйдегі ең қастерлі орын төр жұбайлар төсегінің бас жағына келеді.
Қымыз толы піспекті саба төсектен төменде орналасады. Үйге кіреберістегі оң жақтағы ыдыс-аяқ тұратын бұрыш шимен қоршалады. Қару-жарақтар төсектің тұсына ілінеді. Әсіресе күз мезгілдерінде қазақ үйінің шаңырағында ілулі тұратын жылқы етін, қой етін, қазыны көруге болады. Сондай-ақ қымыз құюға арналған торсық, сармай, жен салатын қарын, тағы да басқалар туралы реті келгенде айтамыз. Қолапайсыз шығыршықпен керегеге ілінген орыстың мыс легенін, оның жанынан қамшының, уықтың, қарына қыстырылған тымақ пен кесені көруге болар еді. Кедей қазақтар үйлеріндегі ретсіздік бірден көзге шалынады. Онда қадірлі қонақ отыратын орын да жоқ. Олардың тірлігін ауқатты қазақтардың тұрмысымен салыстыруға тіптен болмайды. Салауатты қазақтар үйінің еденіне киіз төсейді де, төрге киіздің үстінен кілем төсейді. Ал кедей шаруаның үйінде салғырттық көзге ұрып тұрады. Үйде үнемі от жағыла бергендіктен шаңырағын ыс басып, қап-қара болып кетеді. Бұл үйге кіріп келгенде бірден көзге шалынады. Киіз үйдің ішкі суретін толық баяндау үшін ошақ жанында тұратын шәйнек пен жуынуға арналған құманды жиі айтпай кетуге болмайды. Қазақтардың негізгі тұрағынан басқа тағы бір үй болады. Оны қос немесе жұлым үй деп атайды. Қос жылқышыларға немесе көшіп қонғанда пайдаланылады да бір аттың үстіне сыйып кетеді. Қазақ ауылдарында қос өте сирек кездеседі. Егер кездесе қалған күнде де ол саудагерлердікі болып шығады. Қостың киіз үйден айырмашылығы оның шаңырағы болмайды. Тек ұзын уақтардың бастарын біріктіріп, шошайтып байланыстырады, ал уықтардың төменгі жағы ілмек жіппен керегелердің басына бекітіледі. Екі керегеден артық қос сирек болады. Қостарды негізінен саудагерлер пайдаланады. Олар керуен айдап, жол жүргенге қосты ыңғайлы деп тапқан. Киіз үйдің тағы үшінші түрі бар. Оны қалмақ үй деп атайды. Бұл үйдің қалмақ торғауыттардан ауысқанын атының өзі айтып тұр. Осы қалмақ үй немесе торғауыт үйінің қазақ үйінен айырмашылығы уықтар ұзын және аз иілген, шаңырағы да кішілеу, шошақ, өздерінің сырт көрінісі конус формасында болады. Қазақ молалары мен жалпы көне ескерткіштері жөнінде. Сахараның өн бойында көптеген көне әрі жаңа молалар, қорғандар мен үйінділер және тағы басқалары бытырап жатыр. Қазақ тұрмысының бұл тілсіз ескерткіштері тарихи тұрғыдан гөрі географиялық жағынан анағұрлым маңызды. Себебі жерленген адамдар аттары ел аузында мәңгілік сақталып қалады да, қазақ өзінің жол бағдарын осы молалардың тұсына қарап айқындайды. Мола айқын атау емес, бұл атпен көне де жаңа да бейіттерді араластырып айта береді. Бірақ көбінесе мола деп қарапайым, сүреңсіз төмпешікті, ұсақ тас үйіндісін немесе балшықтан соғылған тұрпайы ескерткішті айтады. Осы жұпынылығы, қарапайымдылығы арқылы жаңа бейіттер ескілерінен айрықша көрінеді. Тек бұл қатардан мысалы Құланхан бейіті, Сүйік пен Әбілқайыр көрші орданың бейіттері сияқты кейбіреулерін шығарып тастаған жөн. Ташкент жағынан шыққан шала қазақтардың салғанынан басқа мола соғуға жұмсалатын материал да айтуға тұрарлық. Қазақ моласы мен оның төңірегінен қазақтың бар мәнер талғамы, архитектурадағы өнері, оның ою мен бейнелеу салты байқалады. Жаңа бейіттердің басты екі түрі бар. Ол жекедара және қорған тәріздес түрлері. Мұның соңғы жағдайында бейіт ташкенттік типтес ықшамды қорған түрінде. Яғни батысқа қараған кішігірім есіктері бар, сырт жағы жалмен бекітілген бекініс сияқты болып келеді. Жалпы бұл бейіт жан-жағы 30 сажынға, биіктігі 6 не 7 аршынға, ал қабырғасының қалыңдығы 8 вершокқа теңелетін шаршы түрінде болады. Бірақ олардың кейбіреуінің кеңдігі сондай, ішіне 100 шақты адам шабуылдан жасырына алады. Бұл қорғандардың Ташкент бекіністері мен мықтылығы жағынан да ұқсастығын тұжырымдай келіп, оларды шала қазақтар тұрғызған деуге болады. Бұл түрі қазаққа басқаларынан гөрі көбірек ұнайды. Өйткені ол үшін зәулімдік заттың сәулетті болуының бірінші шарты. Және бейіттің осы тектес түрі көрнекті әрі бай қазақтардың басына орнатылады. Осыған ұқсас бейіттер Семейдегі татар зиратында бар. Ал қырда олар үлкен ордада Қос Алатаудың етегінде ұшырасады. Үлкен орда Шу өзенінің ар жағында көшіп қонып жүреді де Ташкентпен күшті байланыста болады.
Ал сондықтан бұл түрі Ташкент үлгісімен жасалған және алғашында оларды салу үшін шеберлер сол жақтың өзінен шақырылып отырған. Үлкен Ордаға өзім кездестірген осы тектес бейіттердің ішіндегі ең үлкені Құлан хан үшін керуен жолындағы Талғар өзенінде салынған. Бұл бейіт екі бөлімнен, қоршауы мен қабірдің өзінен тұрады. Қоршауы бұрыштарында кішкене мұнаралары, ал есіктердің үстінде жай ғана қарапайым өрнегі бар қорған, қамал сияқты екен. Мазары қоршаудың ішінде тұр және сырт пішіні жан-жағы бірдей тұғырға орнатылған күмбез түрінде салынған. Бұл бейіттің кеңдігі сондай, оған бүкіл хан әулеті сыйып кетер еді. Маңызы төмендеу молалар тұтас күйінде конус, төрт бұрышты пирамида түрлерінде соғылады да, кейде үстіне шошайған қосымша бұтақ қойылады. Немесе пирамида сатылана салынады да, ерек жалмен әшекейленеді. Әйтеуір бұл молалардың түрлері көп ақ. Барлық жердің құрылысқа қолданатын материалы топырақ. Бұл тұста оны көбірек пайдаланатын материал ретінде атауға болар еді. Көптеген бейіттердің алғашқы түрі топырақтан соғылып, тек сырт жағы ғана саз балшықпен ұстатылған, не салынған, немесе айнала шикі кірпішпен қаланған. Қазақтардың бұл өнерді қайдан алғаны белгісіз, бірақ бір құптарлық нәрсе, күйдірілген кірпіш Сахарада жалпы таңсық нәрсе деп айтуға болмайды. Көне құрылыстарда жиі кездеседі. Қазақ кірпіші қатты және тегіс етіп өңделмеген. Ол өте жұқа және қажетіне қарай әртүрлі қалыпта. Дөңгелек, құрылыстар үшін дөңес, пирамидалар үшін төртбұрышты және тік болады. Сұлтан Сүйіктің құлап жатқан моласы жанында мен Ташкент жағынан шыққан біреудің қолымен салған кірпіш күйдіретін пешті көрдім. Бұл пештер орыс пештерінен әсте кем түспейді. Қорған тектес молалар Ташкенттегі нағыз қорғандар сияқты саз балшықтан соғылмайды. Әрдайым шикі кірпіштен қаланады деуге болады. Жабайы таспен, ұсақ құм таспен тек кішкене және қосалқы молалар қаланады. Мысалы, Сүйік бейітінің айналасында қираған мазар басып қалған бірнеше қабір жатыр. Олар тек топырақтан үйіліп, үстіңгі жағына ұсақ тас қаланған. Қозы көрпеш төңірегінде де осындай молалар көп. Олардың қатарына аты кішкене өзен мен бекініске берілген Қапал батырдың бейіті жатады. Ағаштан салынған бейіттер өте сирек кездеседі. Мен ондайдың тек біреуін ғана көрдім. Ол жұқа теректен өріліп, жоғарғы жағы жіңішкертіле салынған. Үлкен Ордадағы Сүйік моласын Абылайдың ұлы, жоғарыда айтылғанындай Ташкенттің шалағазағы салған. Төрт қабырғасы тең бөлмені шіркеу күмбезі жауып тұрмақ екен. Бөлменің биіктігі 15 аршы болған. Бірақ шалағазақ тек күмбездің қалай қаланып жатқанын ғана көрсе керек, және оны бекітіп үлгермей, бүкіл құрылыс құлап түсіп, оның өзін және 9 жұмысшы қазақты басып қалған. Сүйіктің ұлы Барақ зорға құтқарылған. 1853 жылы құлап қалған бұл жаңа бейіттің қираған қалдығы Қаратал өзенінен солтүстікке қарай 10 шақырым жерде. Бораной тауының етегінде жатыр. Абылай хан Әзірет Сұлтанға жерленген. Әбілқайыр ханның Кіші Орда моласы Торғайға оң жақтан құйылатын Ұлқояқ өзенінің бойында жатыр. Ол 1771 жылы қалмақтардың қашқан кезінде Әбілқайырды өз көзімен көрген Рычковтың еңбегінде сипатталған. Оның сипатын энциклопедиялық сөздіктен алдық. 1 том 54 бет. Әбілқайыр ескерткіші сұр кірпіштен қаланып, дөңестеу, жарты шар етіліп, жабылған, кесілген конус тәрізді. Оның биіктігі 4 аршын, көлденеңі төменгі жағынан 3 аршын шамасында. Жарты шардың төбесіне әдеттегіше найза шаншылып, оған неше түрлі жыртыс, қасық, кесе, аттың қылы мен сөк салынған түйіншектер ілінген. Осы моланың сипатталғанындай мен Үлкен Ордада соған ұқсас, ең болмағанда сырт пішіні ұқсас екеуін көрдім. Олар Аташ батыр мен Байғазы бейіттері. Екеуінің де куб тәрізді тұғырына готикалық формадағы жарты шарлар қойылған. Жарты шар іші қуыс және бүйірлерінде саңылаулары бар. Екі үлкені іргесінде, кішкентай біреуі терезе орнына жасалған. Күмбезге көтерілу үшін бір жақ бүйірінен баспалдақ салынған.
Оңтүстік жағынан негізгі құрылысқа жанамалай аласалау қабырғамен қоршалған жеке орын жалғасады. Ол шынында да осы батырлардың өздерімен бірге жерленетін туыстарына арналған. Байғазы бейітінің куб тәрізді тұғыры үш жағынан қуыс, ал ескерткішті айнала қыштан соғылған қабырғамен қоршалған молаға ормансыз алқапта жасыл желегі көз тартатын тал ағаштары егілген. Екеуінің де күмбездерінің төбесіне аттың қалы тағылған, қысқа найзалар қадалынған. Молалар әрқашан қырат жерлерге, керуен немесе көш жолдарына және өзен мен көл бойына орналасады. Бұл жүргінші адам өлгендердің басына ерекше аят, бата, оқып кетсін деген мақсатпен жасалынады. Қабір басына орнатылған көне ескерткіштер, олардың түрлерінің әрқилы көп болуымен, пайдаланған материалдың тәуір өңделуімен, берік күмбездер қолданылуымен және қосымша өрнек ретінде ою салынуымен көзге түседі. Саяхатшы жол жөнекей өз жазбаларында бұл құрылыстар жабайы адамдардың емес, білімпаз адамдардың қолынан шыққан деп атап кетеді. Бірақ осы құлазыған далада ағартушылық қай заманда гүлден тұрады екен? Бұл істі тарихи шындық мүмкіндігі мұрсат бергенге дейін айқындық дәрежесіне жеткізуге тырысып көрейін. Ең алдымен көне молалар өз құрылысының қарапайымдылығы мен салыну шеберлігі жағынан екі топқа: халық молалары, үйінділер және құрметтілер молалары, сарайлар болып бөлінуі керектігін еске алған жөн. Бұл елді, біздің Сахарамызды, тарихтың моңғол кезеңіне дейін тұрғылықты түріктер мекендеген. Оғыз ханды өзінің әкесінен қорғауға қатынасқан 4 тайпа: ұйғыр, қалаш, қаңлы және қарлық түрік одағының негізін салған. Шығу тегі жағынан басқа ұрпаққа жататын, бірақ түрік тілі мен түрік әдет-ғұрпына бағынған халықтар да болған. Бұлғарлар, хазарлар, башқұрттар, мәдиярлар және басқалары. Моңғолдар шапқыншылығы бұл елдің халқын мүлдем өзгертіп жіберді. Тайпалардың кәнігі аттары жоғалып кетті де, тек кейбіреулері ғана қазақ руларының есімдері ретінде қалып қойды. Сөз жоқ, бұрынғы халық жаңа халықпен қосылып кетті де, осы тұста моңғол заңдары бойынша алтын және еділ ордаларынан бөлек ордалар пайда болып отырды. Олар Оралдағы Ноғай немесе Маңғыт ордасы, Сейхунға дейінгі Көк орда және Шейбанилер тұқымына жататын Тюмень ордасы. Осы ордалардың хандарының бәрі өздерін Сахараның түкпіріне жерлеуге өсиет етсе керек. Мәселен, осы әскербасының атымен аталатын Ұлытау шыңдарының бірінен Маңғыт ордасының негізін қалаушы Едіге моласын таптық. Оның моласы жай ғана ұсақ тас үйіндісі. Бұрын оның белгілі бір формасы болуы мүмкін, бірақ құлап қалған. Оның құзыры өзі орналасқан тау қиясының биіктігімен сәтті ұштасып тұр. Сонымен көне молалардың салынуын моңғол дәуіріне жатқыза отырып, түріктер олардан гөрі анағұрлым білімдірек болғандықтан қалалары болып, әрі оларда өздерінің отырықшылығы, байлығы және сауда-саттығы туралы ескерткіштерін қалдырғандықтан, моңғолдардан бұл тектес құрылыс өнерінде үлкен мәлімет беруін талап ету қажет. Міне, мысалы, Қазаннан 60 шақырымдай жердегі Бұлғар астанасы Бұлғары әлі күнге дейін қираған қалпында сақталып келеді. Түрік одағының екінші қанатында ұйғырлар да білімі жағынан кем қалған жоқ. Олар да қалаларда өмір сүрді. Өздерінің сауаты болды. Тіптен христиан дінінің несториандық сектасына табынды. Осы екі халық моңғол билеп төстеушілеріне көптеген тамаша шеберлер берген болуы керек. Итальяндық Плано Карпини Қарақорымдағы біреуінен қымыз атып тұрған 4 фонтаны бар қаған тағының әсемдігін сипаттап жазған еді. Осыдан кейін сонау Сахара түкпірінде Ұлытау жанындағы кеңгірде өзінің құрылысымен таң қалдырар Қамырхан, Алаша хан, Домбауыл әулие, Бұлған ана және басқа көптеген бейіттердің болуы ғажап емес. Олардың бәрі кірпіштен қаланып, сырты түрлі түсті финифт бояуымен сырланған. Қаракеңгірдің сағасындағы Қаражарда тұрған Бұлған ана мазары ақ түсті. Бұл күмбезі бар кішігірім мазар. Басқаларының да құрылысы осы тектес. Алаша хан мавзолейі біршама өзгешелеу. Оның күмбезінің кернеуі бейіттің өзінен кіші. Сондықтан оның айналасы тегіс төбемен жабылған. Ал жоғары қарай жалғаса түскен қабырғалар ішкі жағынан бұрама баспалдағы арқылы шығатын балкон тізбесін жасайды.
Бұл ғимараттардағы аса бір тамаша нәрсе күмбездерінің берік жасалып, кірпіштердің қиғаш қалануы. Кірпіштің бір қатары оң жағы мен екіншісі сол жағымен төмен қарата қаланған. Нұраның сағасына таяу жерде жатқан Ботағай моласын қоспағанда, бұл молалар бүкіл Сахарада енді қайтып қайталанбайтын сондай сирек нәрселер. Оның Ботағай бейітінің құрылысы туралы менде құптарлық ештеңе жоқ. Осы қалпымен дами келе, көне мола пирамидаға, төбесі ашық галереяға және саңлауы бар тақталарға айнала отырып, жадағай бағанаға дейін жетеді. Іші қуыс пирамида тектес бейіттер әдетте жабайы тастан қаланады. Мұндай зират жерден қалана бастаған бетте пирамида қалпына түспейді. Әуелде тік қабырғалары қаланып, ал сонан кейін бар бол жіңішкере бастайды. Мен осындай тек 3 моланы ғана білемін. Ол Орынбор бойындағы Үй өзеніне құятын Тоғызақ өзеніне жақын жердегі Паллас сипаттап жазған Кашана. Аягөзден Қапалға баратын үлкен қара жолдағы Қарасу бекетінен 12 шақырым жерде, Ақсу мен басқан өзендерінің басталар аралығында жатқан Ордабай, оның үш жағында гранит тастан жасалған жансыз тұлға тұр. Ақырында ең маңыздысы Қозы көрпеш. Ол Аягөз өзенінің жағасында, Аягөз бекінісінен 90 шақырым жерде тұр. Ғимарат қабырғасына бет пішіндері граниттен жасалған азиялық кейіптегі 4 жансыз мүсін сүйеулі тұр. Олардың омырауларында алқасы бар және әлдене бір кесек ұстаған, қос қолдарын кеудеден төмен ұстап тұр. Бұл мүсіндер елдің айтуынша қазақ жыршылары ұзақ түндер бойы әңгімелейтін дастан кейіпкерлерін бейнелейді. Дастан кейіпкері бойынша мола да Қозы көрпеш деп аталады. Аягөз бағытына қарай 1 шақырым жерде мола құлпытасы бар, ал оның жанында Қозы көрпештің қарсыласы Қодардың ұсқынсыз мүсіні тұр. Онан басқа жерге қадалған бағаналар бар. Олар Қызыларай тауының іргесінде жатыр. Олардың түр сипатын Қоқанға барған бір есауылдың жазбаларынан табуға болады. Бұл бағаналардың төбесі адам бейнесімен әшекейленген. Тура сол жерден оң саңлау тесіктері бар жанамалай қойылған тақталарды көреді. Оның айтуынша олар ортақ құрылыстың есіктері, не терезелері болса керек. Қарқаралыдан Ақтауға барар жол бойында тіке және өзара сығылыстыра қойылған тақталардан құрастырылған бір жағында есіктері бар көптеген бейіттер кездеседі. Оларға ұқсас галереялар үлкен Ордада да бар. Көне заманнан қалған барлық дүниені қазақтар Моңғол езгісінен кейін осында көшіп қонып жүрген ноғайлардікі, басқалары Сахараның шығыс бөлігінде қалмақтардікі, батыс бөліктегі кейбір ескерткіш қалдықтарын башқұрттардікі немесе тиісінше ойласаң сонымен тайпалас халықтікі деп жүр. Осы ескіден қалған мұраға жататындары қазір қаңырап бос қалған көне қазба кен орындары, Жезді Кеңгір жанындағы мыс кені, бос қалған егістіктер, Түндігір қойнауында тастап кеткен диірмен тастары, Алматы шатқалында және Жал сияқты ескі үйінділер. Үлкен Ордада 4 қабырғасы тең, айнала жал үйіліп, ор қазылған жекелеген бекініс орындарының қираған қалдықтары жиі кездеседі. Дегенмен Кіші Алатаудағы Қора өзенінің жоғарғы жағынан Шу өзенінің басталар жеріне дейін қазылған жыра көне заманның ең тамаша мұрасы болып табылады. Бұл жыра таудың барлық биіктіктерін бойлай, жыраларын қуалай қазылып, ұзындығы 900 шақырымға жетіп те қалар. Оның тереңдігі қазірдің өзінде 1,5 сажыннан кем емес. Бұл жыра туралы қазақтарда аңыз бар. Онда бір ханның баласын тағы құландар ен далаға еліктіріп әкетіпті де, ол сонда хабарсыз жоғалып кетіпті. Құландарды кері қашқан кезінде тежеу үшін хан даланы көлбей жыра қазуға бұйырады. Бірақ бұл Темучин ұлыстарының шекарасы шығарау деп жорамалдауға болады. Қапал жанында Бүйен өзенінде айнала граниттен жасалған діңгектері бар ескіден қалған кішігірім қамал тұр.